нәрсе бар. Ертең біздің тіліміз бізге қарсы шығады екен. Себебі Аллах Тағала тіл не үшін берді бізге? Жақсылықты сөз айту үшін, Алланы еске алу үшін. А сен оны не істеп жатсың? Тілді. Тіл деген негізі жақсы нәрсе, тіл деген. Себебі осы тіл арқылы біз мұсылман болдық. Ла илаха иллаллах Мұхаммаdur Расулуллах. Жақсы сөз ғой, әдемі сөз ғой. Осы тіл арқылы біз не істеп жатырық? Біз Құран оқып жатырық. Құран аяттар оқып жатыр да. Мысалы, сіз Құран оққан кезде, бір әдемі Құран оқып жатқан кезде, біреу келіп тіпті сіздің Құраныңызға ғашық болып, иман келтіру мүмкін да, ол арқылы. Аллах мейіріммен. Сол үшін тіл деген жақсы нәрсе. Сол үшін ертең тіл бізге не істейді? Адамдарға қарсы сөйлейді дейді да, тіл деген нәрсе. Себебі тілдің мақсаты басқада еді дейді да, Алланы еске алу үшін дейді да.